Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен балықты қып-қызыл қылып, өте оңай жолмен қуыратын боламыз. Дәмі керемет болып шығады. Ендеше балығымызды жақсылап жуып тазалап аламыз. Содан соң осылай бірнеше бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Бірдей етіп. Осылай бірінші тіліп алатын боламыз. Менде өте үлкен балық. Осылай бөліп алдық. Енді балығымызды турайтын боламыз. Осылай балығымды бөліп алдық. Енді жақсылап үстіндегі артық шеттерін алып, жақсылап жуып алдым. Осындай кішкентай қанаттарын барлығын қырқып алып тастайсыздар. Енді балығымызды тұздайтын боламыз. Осылай аз-аздан тұзымызды барлық шетіне сеуіп шығасыздар. Тұз көп себудің қажеті жоқ, ащылы болып кетеді. Екінші бетіне де аударып, дәл солай тұздап шығамыз. Барлығын солай тұздап шығасыздар. Астындағы суын бәрін жақсылап төгіп тастау қажет. Осылай барлық балығымызды жақсылап тұздап алдық. Тура ет тұздағандай тұздайтын боламыз. Енді жарты сағатқа қалдырып қоямыз. Бізге енді ұн қажет. Осылай тарелкамызға салып алатын боламыз. Жарты сағаттан кейін балығымызды алып, осы ұнымызға аунататын боламыз. Бірінші бетін жақсылап, осылай ұнға аунатып, содан соң келесі бетінде табамызға май құйып, жақсылап қыздырып аласыздар. Майды көбірек құю қажет. Осылай жақсылап аунатып алдық. Және де сіздерге кішкене лайфхак көрсетейін. Осылай жасасаңыздар да болады. Осылай пакетке ұнымызды салып, азырақ балықтарымызды салатын боламыз. 2-3 балығымызды. Енді аузын жақсылап жауып, видеода көрсетілгендей ары-бері жақсылап шайқайтын боламыз. Сонда тарелкамыз, ыдысымыз болғанмай, қолымыз болғанмай осылай жақсылап аунатып аласыздар. Толықтай біздің балығымыз ұнға аунатылады жақсылап. Осымен дайын болды. Осылай өте әдемі болып шықты. Толықтай балығымызды ұнға жақсылап аунатып алдық. Оны көп болып кетсе, кішкене осылай түсіріп алсаңыздар болады. Енді қызып тұрған майымызға салып, қатты отта пісіретін боласыздар. Осылай барлық балықтарымызды салып аламыз. Орташа отта емес, жоғары отта қызарғанша пісіру қажет. 5 минутта жақсылап қуырып аласыздар. Енді бірінші беті піскен екен, осылай аударып, екінші бетіне осылай аударатын боламыз. Осылай жақсылап қызарғанша қуырып алу керек, сонда біздің балығымыз толықтай піседі. Осылай қып-қызыл әдемі болып шықты біздің балықтар. Екінші бетінде дәл солай пісіріп аласыздар. Балығымыз пісті. Енді жайлап алатын боламыз бөлек ыдысымызға. Кішкене дәмін көрсеңіздер болады. Тұзын және де піскен бай осылай көрсеңіздер болады. Жақсылап қуырып алдық. Енді жанына осылай пияз және де лимон қолдануға болады. Пиязыңызды домалақтап, немесе кәдімгідей турасаңыздар болады. Пиязға уксус, тұз қосып, мен жай ғана домалақтап турап шықтым. Және де лимон. Лимонды да домалақтап, немесе осылай ортасынан бөліп, жіңішкелеп турап алсаңыздар болады. Балыққа осы лимонның соғын құйып, пиязбен жесеңіздер өте дәмді шығады. Барлық балықтарымыз осылай жақсылап қуырып алдық, қызартып. Өте дәмді болып шықты, іші толықтай пісіп.
Енді әдемі тарелкаларымызға салып алатын боламыз. Осылай екіге бөліп салып қойдым. Балық өте әдемі болып шықты. Енді шет-шетіне осылай лимон қойып шықтым. Аскөктің өзіңізге ұнаған түрлерін қойсаңыздар да болады, егер қонаққа қойсаңыздар. Енді пиязымызды бетіне әдемілеп, сәндеп қойып шығатын боламыз. Осылай екінші тарелкаға да дәл солай жасаймыз. Сіздерге видео ұнаса лайк бас, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Каналымнан күнделікті жаңа рецепттер шығады. Осымен біздің балығымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Сіздер өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қалай қуырасыздар, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Ал баршаларыңызға ас болсын.